Пирог шарлотка. Жұмыртқа разрыхитель қосылмаған рецептімен бөлісемін. Ыдысқа айран құйып, оған ас содасын, қант салып араластырамыз. Келесі манка жармасын, шым-шым тұз, илеуіштен өткізілген ұнды қосып араластырамыз. Массаны 20 минутке қойып қоямыз. Уақыт өткеннен кейін сары май, алма қосып араластырамыз. Формаға пергамент төсеп, дайын болған пирогтың қамырын қызып тұрған пеште 180 градуста 50 минут пісіреміз. Піскеннен кейін салқындатып тураймыз. Асыңыз дәмді болсын.